Армысың алталашым, қасиет қазақ халқым, Асқар Баһадүр, жанашыры, Қарағанды шаһарынан. Бүгін 9 наурыз 2025 жыл тікелей эфирге шығып отырмын. Мен айтайын дегенім, алдың күні 7 наурызда мынау кезінде Алматы облысының әкімі болған 2006 жылдары біздің батырымыз Арон Атабек Шаңырақ Бақай елді мекендерін сақтап қалу мақсатында сол жерде табан тіресіп күрескен азаматымыздың соңына түскен, ақырында қинап, азаптап 16 жыл бойы өлтіріп тынғандардың бірі Қандықол Қарақшы деп болады. Бұрын Иманғали еді бұл. Ақмақ халқым алданып. Енді қазір Иванғали болды бұл. Бұл кейіннен 14-15 жылдары Ресейге жіберіп, мынау Нұршайтан деймін, Назарбаевты. Сол әдейі сондай немен сылтаумен жіберген екен бұл Иванғалиді. Ана жерден арнайы осындай мынау дайындық мектебін өту керек, орыстандыру, орысқа көтлақ болу. Содан бұл оңбаған не деп жатыр? Қазір шыға келді міне ОДКБ-ның бастығы болып. ОДКБ деген кім? Қазақ халқына оқ атқан ошаққа қаңтарда кірген әскерилер орыстың. ОДКБ орыстың дайындалған қаруланған басқыншылары, былайша айтқанда. Соларды қазір басқарып отқан Тоқаев, Назарбаев қойған Иванғали, ар жағында Путин бар. Сол Путиннің көтілағына мен жауап бергім келеді. Қазақ балаларын, қазақ әскерлерін мен Украина халқына қарсы соғысқа жіберем деген. Ей, Иванғали, сен аяз би әліңді біл, құмыртқа жолыңды біл деген. Сен Иванғали, сен жауызсың нағыз барып тұрған. Қазақтың тарихында сен Иванғали деген атың ғана қалады. Оның өзі атың өшеді. Сен оңбағанның, ана Нұршайтаның не, ана қожайының. Сен қазақ халқының атынан үйтіп әңгіме айтпа. Сен ол әңгімеңді анау Кремльдің сартирі дейді. Сол дәретханасында сыбырлап, ана Путин қожайының айт. Оқтың ба? Біздің қазақтың ұлтшылдары тұрғанда мына жерде. Қазақ елі ешқашан құрылмайды. Қазақтың балалары ешқашанда бармайды. Есіңде болсын, Иванғали. Сенде жүрген Қандықол Қарақшының бірісің. Кезінде адайлар, осы шеркештер сенің осы Атырау, Ақтауыңнан саған үміт артқан өздерінше. Ақмақ халқым. Ойбай, бұл Иванғали ғой, Иманғали ғой бұл деп. Сен нағыз Иванғалисің, мен сол кезде айтып көргем. Сен нағыз оңбағансың, Иванғали. Сенің мынау атың өшкірдің, атың өшеді сенің. Сендер ойламаңдар. Қазір міне Назарбаевың білмей жүр, қай жерге жерлейтінін өзін. Өйткені тағы қазақтың тарихында болған сұм жауыздар, осындай хандар мен билер 1000 жылдан бастап 1055 жылы міне бір Қыпшақтың ханын осы жерлегенде қолма-қол жұлып алып, қазақ халқы 4 жаққа 4 атпен тартқан. Сендер сол жағдайға келесіңдер. Ұқтың ба, Иванғали? Тағы да айтамын мен саған, көктен түс сен. Қазақ халқын ашуландырма, Иванғали. Сен ойлама төр менікі деп. Біз қазақ халқының бірде-бір баласын бермейміз. Қазақ халқы Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен, Ақ Қанжардың жүзімен тек қана өзінің халқын, өзінің елін, жерін қорғайды. Құдайдың қалауымен, мынау Ресейің сенің артып отырған
құрдымға кетеді. Біз әлі Сартау, осы Саратов, Самар, Самыр, Орынбор, Оренбург деп қойып қойыпты оны, ұялмай қызармай. 20-шы жылы ол қазақ бірінші несі болған. Қазақтың әрқашанда сол жерде қорған ар жағында, бер жағында Омбы, Омск деп қойыпты. Ар жағында Томбы, Жаңа Сібір, Ноғай Сібір дейді. Үркіт, Кемер, барлығы да қазақтың еншісіне келеді. Иванғали, сен сондықтан да мынау қазақшада болса айтайын, ол сөздің ұяттық жоқ. Көтіңді қыс, ойлама. Анау осындай мәлімдемелеріңді мен тағы да қайталап айтам. Ана Кремльдің сортирінде айт, сыбырлап қана. Қазақты ашуландырма, Иванғали. Сол айтайын дегенім. Қазақ халқына, қазақ әйелдерін бүгін 9 наурыз аналарымызды, апа, қарындастарымызды шын жүректен 8 наурыз өткен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Осындай жағдайда, осындай қиын жағдайда, осындай қайыршылық күйде міне еліміз жеткізген осындай Иванғалилар, осындай Тоқаев, Назарбаевтар, сіздерге мың алғыс, басым дейім. Осындай отбасыларды асырап, осылай отбасын шайқалтпай, осындай сұп-сұлу әп-әдемі болып жүргендеріңізге. Ал енді сіздер болсаңыздар, дендеріңізге саушылық, мол бақыт, дастархандарыңыздан береке кетпесін, көңілдеріңізден шаттық кетпесін. Ал біздер болсақ, қазақтың ұлт жанашырлары, қазақтың қас батырлары, біз әрқашанда сіздермен біргеміз, әрқашанда біз мереміз үстем боп, Құдайдың қалауымен, Тәңірінің қолдауымен жеңіске жетеміз. Қоса саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Асқар Бахадүр, Қарағанды шаһары, ұлт жанашыры.